Ömrümde 4 жылда birinchi rет келіншегімді басқа қалаға мен Осылай гүл алдым, мені түсіріңіз сторис келіп атыр. Жаңағы гүлдің нәтижесі мынау. Иә, роза алмасақ та розадан күшті гүл алды. Жігіт намек түсінеді екен, мен түсінбеймін деп ойлағам. Шымкентте жатқан кезде бұл. Сол. Сіз айтып Алдым, наконец-то! Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізді көру үшін YouTube арнасына сілтеме қалдырып кетеміз. Соған өтіп, біздің эфирді тамашалаңыздар. Күнде береді ғой гүлді сізге. Жоқ, 101 розадан кейін мұнан алу деген бір азап болып кете ме деп ойлағам мен гүлді. Гүлге болады, жүріп жатырмыз мұны. Жоқ, Ақшасын білесіз. Жаңа қатысушы бүгін бізде Бағдаулет. Уағалейкум ассалам, қош келдің. Рахмет. Иә, қалай екен, сезім қалай? Күшті. Қатысушы болған. Сөзбен айтатындай сезім айтып жеткізе алмай жатыр. Талаптарың? Талаптарым енді барынша тұрмыс құрмаған қыз болса екен деп отырмын. Бірақ егер шын жақсы көрсем, ешқандай талабыма қарамаймын. Болды онда. Үміткер күтеді біздің Бағдаулет, және барлығы шуға айналған. Бұған не тығып отырдың? Бұдан бірденсе үйдегілер білмей ма? Көп туысқандарым әлі көрмеген негізі. Ят топ қалатын бе? мені қолына Жыланымды күтем. Ше. Тілек, жағдай қалай? Жақсы, шаршап отырмын. Шаршап жатырмын. Арасында да тілек қойсың. Көзің деген қызарып кетті. Аллергия ғой, негізі сібетке кішке. Қой, бұған дейін аллергия байқалмады ғой сен. Жоқ, енді күнде сондай ше. Бүгін сеппедің ба? Иә, бүгін ұмытып кетпінші қалдырып кеткен ғой еді. Соған ба түсінбей отқаның ешерде не болып отқан? Жоқ, түсінбей Аяқ астында тілек айтатын әдетің бар екен. Жоқ, тілек айтып емес, ол әзілеп жатыр қой. Әзіл ретінде. Иә, әзіл ретінде кішкене. Үміткер? Жақсы бар. Аты кім? Әлі есіңде жоқ па? Ұмытып қалып. Екінші рет сұрап отыр. Оланда айтам, примерно әйелдер аз сөйлейтін уақыт бар ма не деді ғой. ақпан айында бар екен. Әйел адам аз сөйлей ма, негізі көп сөйлей ма? Қазір сұрақ қойып жатқан адам сөйлегеніне байланысты. Ер адамдар ойлайтын шығар, әйел адамдар аз сөйлейтін уақыт болмайтын сияқты деп ше.